2026 жылы телефоныңыз сізді аңдуды тоқтатты. Енді ол сіздің ойыңызды оқиды. Ғалымдар таяуда ғана бір таңғажайып эксперимент өткізді. Олардың адамдарға түрлі суреттерді көрсетіп, сол сәтте олардың миының магниттік резонанстық томографиясын түсірді. Содан кейін жасанды интеллект ми толқындарын талдап, адамның нақты не көріп отырғанын экранға шығарды. Нәтижелер таңғалдырды. Жасанды интеллект адам көзімен көрген бейнені аса дәлдікпен суреттеп берді. Сәлеметсіздер ме? Егер сіз бұл жаңалықты жай ғана зертханалық тәжірибе деп ойласаңыз, қателесесіз. Бұл сіздің ертеңгі күніңіз. 2026 жыл. Есіңізде ме? Бірнеше жыл бұрын телефон бізді микрофон арқылы тыңдайды, сосын жарнама көрсетеді деп шағымданатынбыз. Күлкілі. Қазіргі смартфондарға сізді тыңдаудың қажеті де жоқ. Бұл ескі технология. Бүгінде телефоныңыз сіздің келесі секундта не ойлайтыныңызды, тіпті сіз өзіңіз әлі сезініп үлгермеген ойларыңызды біледі. 2026 жыл. Олар ойды қалай оқиды? Құпиялықтың ақыры. Бұл қалай басталды? Аңдудан болжауға дейін. Бұл жағдай бір түнде орнай қалған жоқ. Технологиялық алпауыттар, атап айтқанда Google, Meta, Apple жылдар бойы екі кезеңнен тұратын жоспарды іске асырып келеді. Бірінші кезең – үлкен деректерді жинау. Сіз осыдан 10 жыл бұрын Instagramға тіркелгеннен бері олар сіз туралы бәрін біледі. Қайда тұрасыз, кіммен араласасыз, саяси көзқарасыңыз, жыныстық бағдарыңыз, қандай тамақты ұнатасыз, тағы басқа. Әрбір лайк, әрбір репост, тіпті сіздің экранды қандай жылдамдықпен айналдыратыныңыз, скроллинг, бұның бәрі деректер базасына енеді. Бірақ бұл тек аңду еді. Енді біз екінші кезеңдеміз. Екінші кезең – предиктивті, болжамды алгоритмдер. Жасанды интеллект сіздің өткен шақтағы мінез құлқыңызды талдап, болашақ қадамдарыңызды айнытпай болжайтын цифрлық модель, аватар құрады. Мысалы, жасанды интеллект сіздің саусағыңыздың экранды басу күші мен діріліне қарап, дәл қазір сіздің шаршап тұрғаныңызды немесе ашулы екеніңізді 98%-ға дәлдікпен анықтай алады. Ол сізге «мен шаршадым» деген сөзді айтқызбай-ақ біледі. Ол сіздің шаршағаныңызды сіз өзіңіз түсінбей тұрып біледі және сізге дәл сол сәтте қуат беретін немесе тыныштандыратын жарнаманы немесе саяси постты ұсынуы мүмкін. Бұл ой оқу емес, бұл сіздің мінез құлқыңызды өте дәл математикалық болжау. Оларға сіздің не ойлағаныңыз маңызды емес, оларға сіздің не істейтініңіз маңызды. Нейросенсорлар және камера. Бірақ 2026 жылы біз бұдан да асып түстік. Бұрын смартфонымызды қолымызбен басқаратын едік. Енді смартфонымыз біздің денемізді басқарады. Қазіргі смартфондардың камералары өте қуатты. Олар тек суретке түсіріп қана қоймайды. Телефон экранына қарап отырғанда, алдыңғы камера сіздің қарашығыңыздың қозғалысын бақылайды. Ғалымдар анықтағандай, адам бір нәрсеге қызыққанда немесе бір нәрсені іштей қалаған кезде, оның қарашығы микроскопиялық деңгейде кеңейеді немесе қозғалады. Жасанды интеллект сіздің көзіңіздің қай суретке немесе қай сөзге тоқтағанын, қанша уақыт қарағанын және сол сәттегі қарашық өлшемін есептей алады. Демек, сіз экранға қарап отырып, осы кроссовканы алсам бекен деп іштей ойласаңыз, алгоритм оны көріп қояды. Ол сіздің микроэмоцияларыңызды, ерініңіздің дірілін, қасыңыздың көтерілуін талдай алады. Оның бәрі бірге келе
жасанды интеллектіге сіздің ішкі диалогыңыздың толық суретін береді. Оларға чиптің қажеті жоқ. Смартфонның өзі сіздің миыңызға кіретін портал. Психологиялық хакинг. Оның бәрі не үшін жасалып жатыр? Жауабы қарапайым: ақша және билік. Бұрын сізге жарнама көрсету үшін сіздің іздеу сұраныстарыңызды күту керек еді. Енді олар превентивті алдын ала алатын жарнама жасайды. Мысалы, алгоритм сіздің депрессияға түсіп бара жатқаныңызды немесе жақын арада ажырасу туралы ойлай бастағаныңызды сізден бұрын сезеді. Себебі ол сіздің соңғы 1000 постыңызды, музыкалық плейлистіңізді және жүріс-тұрысыңызды талдады. Сосын ол сізге дәл сол сәтте психолог курсын, ажырасу жөніндегі адвокатты немесе керісінше танысу қосымшасын ұсынады. Бұл жарнама сіздің санаңыздан тыс жұмыс істейді. Сіз қандай сәйкестік, мен дәл осыны ойлап жүредім деп ойлайсыз. Жоқ, бұл ешқандай сәйкестік емес. Сіздің ойыңызды алгоритм оқып, сосын оны басқарып жатыр. Біз нейромаркетинг және психологиялық хакингтің құрбанына айналдық. Біздің ерік жігеріміз, таңдау құқығымыз бұлыңғырланып барады. Біз алгоритмнің еркімен әрекет ететін, бірақ мұны өз қалауым деп ойлайтын цифрлық зомбилерге айналып бара жатқандаймыз. Құпиялықтың ақыры. Философиялық сұрақ. 2026 жылы құпиялық деген ұғым тарихи аңызға айналды. Бұрын біз өз үйіміздің есігін жауып, сыртқы әлеммен оқшаулана алатынбыз. Біздің ойымыз біздің соңғы бекінісіміз еді. Енді смартфонымыз сол бекіністі іштен ашып бергендей. Бұл жағдай тек тұтынушылық деңгейде емес. Мемлекеттер мен корпорациялар сіздің ойыңызды біле отырып, сізді басқара алады. Бұл ой қылмысы Thought Crime туралы Джордж Оруэллдің 1984 романының шындыққа айналуы іспетті. Егер сіздің ойыңызды алдын ала болжау мүмкін болса, онда сізге кез келген идеяны, кез келген көзқарасты тануға болады. Бірақ ең сорақысы, бұл біздің миымыздың жұмысын өзгертеді. Біз алгоритмнің дайын шешімдеріне үйреніп, өз бетімізше ойлауды, таңдау жасауды ұмытамыз. Егер сізге ертеңгі күні не кию керектігін, не жеу керектігін, кімді жақсы көру керектігін телефон айтса, сіз өзіңізді еркін адам ретінде санай аласыз ба? Қорытынды және шешім. Бұл жағдайдан шығу жолы бар ма? 100% құтылу мүмкін емес, бірақ күресуге болады. Саналы тұтыну. Бұл ең бастысы. Таңдалған ақпараттың алгоритмнен емес, сізден шыққанына көз жеткізіңіз. Мен бұл затты шынымен алғым келе ме, әлде маған оны көрсетті ме деп сұрақ қойыңыз. Техникалық шектеулер, қосымшалардың камераға, микрофонға және жеке деректерге қол жетімділігін шектеңіз. Цифрлық детокс. Күніне кемінде 1 сағат немесе демалыс күндері телефонсыз өмір сүріп көріңіз. Өз ойларыңызбен оңаша қалыңыз. Сонда ғана сіздің ішкі даусыңыз кімге тиесілі екенін түсінесіз. Технология. Технология бұл құрал. Ол біздің игілігімізге қызмет етуі керек. Біз оның құлы болмауымыз керек. Егер сізде дәл қазір осы видеоны көріп отырсаңыз, демек YouTube алгоритмі сіздің осы тақырыпқа қызығатыныңызды алдын ала білген. Бұл кездейсоқтық па? Меніңше жоқ. Осы туралы пікірлеріңізді төменге жазыңыздар. Сіз қалай ойлайсыз? Смартфоныңыз сіздің ойыңызды оқи ала ма? Сіз оны сезесіз бе? Каналға жазылуды ұмытпаңыз. Есіңізде болсын. Болашақ бұл сіздің бүгінгі таңдауыңыз.